қойғанмын. Бәріміз оқтын мәнсіздікке ұрынамыз, өзімізді әлжуаз тығырыққа тірелгенде күй кешеміз. Мына ұлы ғалам алдында біз бір ноқат, тәніміз ғаян. Түсінік пайымымыз, ерік жігеріміз бен ақыл ойымыз қай жерге дейін шабары белгілі. Осыған қарап кейбіріңіз пәнилік жанымның Аллаға не қадірі бар, мына шексіз дүнияда не қадірім қалар деп сұрарыңыз анық. Негізгі айтар ойы сюжетімен тікелей байланыстыра отырып, сіздің ішіңізге терең үңіліп, жалпы өзіңіздің ішіңізде болып жатқан сезімдерді өзіңізді тануға жетелейтін туынды. Медицинадағы 2-ші курста оқып бітірдім. Бір айдан аса көлемде бітіруге болатын. Тілге жеңіл, өмірден алынған керемет мысалдармен адамның жалпы жүрегіндегі терең сезімдерді қозғай отырып, оқырманға өзінің ойын білдіреді. Кітаптан мен не түсіндім? Кітапты қандай адамдар оқу керек? Өмірдің мәнін немесе өзінің жалпы өмірдегі орнын іздеп жүрген адамдар, өзін немесе танымай жүрген адамдар, жалпы өзіңіздің іздеп жүрген көкейіңіздегі кейбір сұрақтардың жауабын сіз кітаптан таба аласыз. Екінші, қызықты сәттерінен толықтай ләззат ала алмайтын болсаңыз, немесе бұл өмірге мен не үшін келдім деген сияқты сізді мазалайтын болса, кітап сізге түрде ұнайтынына сенімдімін.